Әлде Алла жақ деген ол, яғни сондай қылып мағына тағайындайды. Әлде мысалшы Алла тағала жақсы көреді, махаббат деген сипаты бар, Құранда айтты. Юхиббул муттақин, юхиббул мутатаххирин. Тақуалар жақсы көреді, тәубе қылушылар жақсы көреді, әлде тазарғандарды жақсы көреді Алла тағала. Біріншіден, жақсы көреді деген мағынаны жоққа шығарамыз дейді. Ең бірінші келіп тұрған мағынаны жоққа шығарамыз дейді. Екінші, оның орнына басқа мағына тағайындаймыз дейді. Жақсы көру деген ол ирадатул ин'ам мысалы. Яғни Аллах тағала нығметті қалау. Яғни осы екі нәрседен тұрады. Осы екі нәрседен тұрған болса, оны әхлі тәуил бұрмалаушылар дейді. Осының бәрі дәлелсіз. Яғни ешқандай дәлелсіз, олардың өздерінің ақидасына сәйкес келмегесін, олар осындай нәрсеге баруға мәжбүр болды. Өйткені олар расында бірінші жүректеріне ақиданы алды, бірінші ақида сеніп алды. Енді осындай ақида алғаннан кейін Құранға келгенде, Құран аяттарын оқығанда, Құранда олардың ақидасына қарама-қайшы дәлелдер өте көп. Не істеу керек? Енді оны бірдеметіп бұрмалау керек. Сөйтіп олар дәлелдерді бір-біріне жоққа шығарып, нетіп бұрмалап, әйтеуір не болса да қабылдамау керек деген ақида алды. Ал ахли сунна ақидасы бойынша Алла тағаланың сипаттарын ахли сунна бекітеді, жоққа шығармайды. Сол келген бірінші мағынасын мойындап, сол мағынасы дейді. Бірақ қандай екен білмейміз дейді. Өйткені Аллах тағала көреді деп айтты, бірақ қалай көретінін айтқан жоқ бізге. Аллах тағала жүзі бар деді, бірақ қандай жүз екенін бізге айтқан жоқ. Сол себептен біз қандай екенін білмейміз деп айтамыз. Бұл ахли суннаның ақидасы.